Сәлем достар, біздің YouTube каналымызға қош келдіңіздер. Бүгін біз 24 сағат диванда видео түсіреміз. Сіздер аяғына дейін көріңіздер, қызық болады. Иә достар, соңына дейін көріңіздер. Айару мен Заңғар видеосы ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Не жайлы түсіретіндерімізді арасына комментарийға жазып отырыңыздар. Мен мына жақта отырам, ал сен ана жақта отырасың. Давай, сонда ойнайық. Давай. 24 сағат бойы не істейміз ал? Сурет саламыз. Сосын ойындар ойнаймыз, иә? Тамақ ішеміз. Біз диванда боулинг ойнайын деп жатырмыз. Сулифа ойнаймыз. Сурифа. Заңғар бірінші. Қазір көрейік Заңғар. 1, 2, 3. Нешеуін құлатты? Бәрін құлатты. Молодец. Ал енді Айару. Айару баста. О, бәрін құлатты. Кім жеңді сонда? Кім ұтылды? Енді? Кім жеңді сонымен? Екеуіне тең болса. Тағы ойнаймыз ба? Сулифа ойнаймыз. Сурифа. Тағы да Заңғар. Екеу қап кетті. Айарудың кезегі. 1, 2, 3. Біреу ғана қалды, сонда да Айару ұтты. Заңғар ұтылды. Енді не істейміз? Тамақ ішеміз ба? Жерге түсуге болмайды ғой, бізге партамызды әкеп беріңізші. Сурет саламыз. Иә, достар, Айару мен Заңғарға диваннан түсуге болмайды. Барлық заттарын мен алып кеп беріп отырамын. Не әкел дейді, не жейміз дейді, барлық затын мен әкеп берем. 24 сағат диванда тамақтанайын деп жатыр екеуі. Айару мен Заңғар. О, тамақтарын күшті ғой сендердің. Чикен, сок, кекс, вафли, о, шоколадный печенье алғапты. Мороженое шоколадный. Мороженое шоколадный. Шоколадный. Бірақ ол дәмдеген тәтті. Қазір ашып береміз, иә? Иә. Салып берейін деп жатырмын. Заңғар осындай жейм деп қоймаған еді. Мен айттым оны. Сен айттың ба? Абырды мен телефонымнан көшірейін. Ас болсын. Сосын айттайын, иә? Жанды ғой. Ас болсын. Ой, чикен жеп жатыр екеуі. Мен қонаққа шақырмайсыңдар ма? Екеуін ғана жей береді екенсіңдер да, иә? Қаламды жей беріңізсіз. Біздің Айару мен Заңғар чикенді жақсы көреді. Қатты жейді екеуі чикен, иә? Бірақ мама, жазық ойында сен көп жедің деді. Иә. Наггетсе жақсы көресің. Наггетсе жақсы көресің. Сосын фри жақсы көресің ба? Пицца жақсы көресің ба? Шашлик. Жейтін тамақтары бұлардың. Шашлик, пицца, чикен, фри. Ет жақсы. Ет жақсы көресің ба? Қой, ет жегенін көрмеді ғой. Мен тұзды ет жақсы көресің. Қазы жақсы көреді Айару. Болғасын ойынымызды жалғастырамыз ары қарай, иә? Күшті екен, иә? Мына вафлиді мен жақсы көрем, мамасы жақсы көреді вафли. Цирк деген вафли. Мына кексі да мен жақсы көрем. Қазір парталарын апарып беретін боламын. Сурет саламыз дейді. Достар, парталарын апарып беріп жатырмын. Айару ала ғой партамды. Заңғардың партасын алып барып беріп жатырмын. Екеуі түскен жоқ. Міне достар, қарап тұрсаңыздар. Екеуі де диванда. Қараңыздар, диваннан түскен жоқ. Мен алып беріп жатырмын. Екеуіне вообще түсуге болмайды. 24 сағатқа дейін осы диванда отырады. Сурет салады, ойын ойнайды. Айару мен Заңғар уже суретті бастап жатыр.
Заңғар сурет бояйды екен. Айару, сен не істейсің? Не салайын деп жатсың? Балмұздақ салам. Жарайды, сал. Көрейік қалай шығатын балмұздағының. Біздің Айару сурет салған жақсы көреді, достар. Қазір көресіздер қандай сурет салатынын. Бүгін 25 май. Айару 1 класты аяқтап келді. 2 сыныпқа жолдама алып кепті, диплом. Құтты болсын, Айару 1 класты бітіруімен. Рахмет. 2 классқа өтіп жатырмыз, Алла қаласа. Тағы да қандай грамоталарың бар? Көп грамоталарың бар екен ғой. Қанша грамотаң бар? 6. Ол грамоталардың бәрін не үшін берген саған? Мен мектепте үздік оқыған үшін берді. Үздік оқыған үшін берді ма? 5-пен оқыдың ба? Иә. Молодец. Бас жүлде. Бас жүлдені неден алдың? Сендерін айтқанда берді маған. Бас жүлде берді ма? Қазір Заңғар, сен не грамотаң бар ма? Сен қақтан алдың дипломды? Садиктен алған. Заңғардың садиктен берген грамоталар екен. Мынаны мен әліппемен қоштасқанда алғанмын. Сосын одан кейін тағы қандай грамота? Мынаны ертегі айтқанда алғанмын. Грамоталарың көп екен ғой. Мыналарды садиктен алған. Молодец. Абайдың өлеңдері. Ал- Әсілпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң әр қалам. Бір кірпіш дүниеге, кетігің татта бар қалам. Молодец. Құнанбаев өлең тақпақтарын айтқанда осыны берген. Бас жүлде алыпсың, ол десе де, иә? Мұқағали Мақатаевтың қандай өлеңін білесің? Мен оның түнін сүйем, күнін сүйем, ағынды өзен асқатау гүлін сүйем. Мен оның қасиетті тілін сүйем, бар жандығын сүйем, құбырлаған, бәрі маған отан деп сыбырлаған. Жаным менің кеудемді жарып шықта, бос торғайы бол оның шырылдаған. Отан бәрінен биік екен, мен оны мәңгілікке сүйіп өтем. Молодец. Тағы қандай өлеңдерін білесің? 3 бақытымды білесің, иә? Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берем ойымның алтын кеңін. Ол бар болса мен бармын, қор болмаймын, қымбатырақ алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақытым тілім менің, тас жүректі тілім дедім. Кейде дүниеден түгілсемді, қасиетті тілімнен түгілмедім. Бақытым бар үшінші отан деген, Құдай деген кім десе отан деген. Оты сүнген жалғанда жанбасың ба, ойланбай келдағы отау менің. Молодец. Тағы қандай өлең білесің? 26 шумақ жаттадың, иә? Бас жүлде алатындай 26 шумақ өлең жаттады. Абай Құнанбаев, Ыбырай Алтынсарин, Мұқағали Мақатаев, Мағжан Жұмабаев барлық аталарының өлеңдерін айтып шықты, иә? Тағы қандай өлең білесің? Көтеріп тұрып жылатады өмір, күлдіріп тұрып жылатады өмір. Етегің толы еңіреген кезде қайтадан өзі жұбатады өмір. Қабағын түсіп қайғыра бермей, құлап тұрып та гүл атады өмір. Үп еткен жерге діріле берме, шыдамдылықты ұнатады өмір. Молодец. Міне достар, сіздер де осылай өлеңді жаттап жүріңіздер. Сіздер де бас жүлде аласыздар, грамота аласыздар. Сабақтан апай өстіп, еңбегін бағалап, бас жүлдені беріпті. Иә? Иә. Тағы да шеше деген өлеңінде білесің, иә? Иә. 6, 7, 8 машина бар ма? Соны біреуін боясай? Біреуін бояды ғой. Иә, бітір соны. Сен қандай өлең білесің, Заңғар? Таппақ білесің ба, өлең білесің ба? Неге жаттамайсың? Өйткені апайым таппақ жаттамайды. Жаттатқызбай ма апайың? Уже бояп жатыр Айару мен Заңғар. Айару сабақты жақсы оқиды. Заңғар да сабақты солай оқыса болар еді. Биыл 0-ға береміз Заңғарды, иә? Или 1 классқа барасың ба бірден? Достар, мен енді 3 ай демалам 99 күн. 99 күн ертең өтіп кетеді. 2 классқа барасың. Ауылға барамыз. Иә.
ауылға барамыз, ата-апаларына барамыз. Ауылда қызық видеолар түсіреміз. Иә. О, Заңғар уже бітіп қапты машинасын. Заңғар, машинаң аты қандай? Lamborghini. О, Lamborghini. Мынау ше көкші көйлек Көгіші гүлі ма? Өлең білесің бе, айтып берсең? көкші көйлек. Нышақтан қажетіңізді әші көйлек. Көкші көйлек. Қызғанардың сенің. Әші көйлек. Аяру балмыздағын бітірді. Кәні Заңғар қазыншы маған? Құймақ мороженое көпті аяжа. Фломастер жазбай қалды да. Заңғардың Lamborghini. Мама, аяр грамотасын көрсетті ғой, мен сурет жазуларын көрсетейін, сайтта алға. Дәптерлеріңді ма? Иә. Көрсетші қандай дәптерлерің бар? Көп дәптерлерің бар сияқты ғой. Екі. Бояйтын, есеп шығаратын дәптері бар екен. Көркем жазу дәптері бар екен. Әріптерді оқимыз дейді. Алты. Ішіне бірдеңе жазғасын ба өзі? Или әшейін тұрма бәрі? Үй ғана жаздым ұста. Әріп жазып, молодец. Әріптер жазып үйреніп жатыр. Бұл қандай әріп, Заңғар? Дұрыс. Ертең бірінші классқа барсаң үйренуің керек сен. Дегенді жазыпты. Ой, молодец. Ислам екеуің жазған едіңдер айтпақшы, сен? Иә, Заңғар жазған. Мына арт жағында жазып есеп шығарған тоң болар. Біздің Заңғар есепті жақсы шығарады. Заңғар, білесің бе, қандай есептер білесің? 100-ге 100, 200-ге 200, 400-ге 400, 800-ге 800, 600. Ой, молодец. 1600-ге 1600 қоссаң қанша болады? 200. Молодец, мен балам есепті қатты шығарады. Папасы есепті шығара алады. Бірінші классқа бере салайық дейді. Мен айтам, бірінші классқа емес, нулевойға берейік деймін. Сөйтсем, есеп жақсы шығарады ғой, бере салайық деп. Міне Заңғардың жазғаны. Почеркісін қараңыздар. Шаймен деп үйренеді, иә? 2-ге 3-ті қоссаң қанша болады екен сонымен? 5. Молодец. Мына жақта да жазып па? Иә, исламик. Жазбапты. Аяру, Заңғар, ойын ойнаймыз ба? Иә. Қандай ойын ойнаймыз? Мен сендерге сұрақ қоям, сендер жауап бересіңдер. Иә. Жеміс пен көкөністер туралы сұрақ қоям, иә? Құлпынай, ол жеміс пе, көкөніс пе? Жеміс, дұрыс. Қарбыз, ол жеміс пе, көкөніс пе? Көкөніс. Жеміс. Орам жапырақ, ол жеміс пе, көкөніс пе? Жеміс. Орам жапырақ. Көкөніс. Көкөніс, дұрыс айтасың, Аяру. Аяру, Заңғар, соңғы сұрақты қоямын. Қызанақ, ол жеміс пе, көкөніс пе? Көкөніс. Жеміс. Көкөніс. Жеміс. Көкөніс. Жеміс. Көкөніс. Жеміс. Қызанақ көкөніс пе, жеміс пе? Кімнен білеміз? Звонок білік па? Жарайды, біліңдер. Кімге звондайсыңдар? Папамызға. Звондаңдар онда папаларыңа. Телефон, біз аламаймыз. Сендер 24 сағат диванда отыр екенсіңдер. Мен алып берем қазір телефонды. Лукасан. Папа. Қызғанақ жеміс пе, көкөніс пе? Қызанақ жеміс пе, көкөніс пе? Екеуі де. Екеуі де дейді. Сендер екеуінде дұрыс айтқан екенсіңдер, иә? Шашап кеттік ойлайды. Мақыл, онда сот көрінді. Саған түсуге болмайды. Иә? Екеуі шаршадық дейді. 24 сағатта не істерлерін білмей жатыр. Енді сотқа көрейік, ойын ойнайық деп жатыр соткадан, иә? Не көресіңдер? Өзі айтқан көрейік па? Көрсетпейді. Ойын ойнаңдар онда бірге. Екеуі, иә жоқ, ойын көріп жатыр. Мүмкін. Жоқ. Я робот. Жоқ. Заңғар ұршаттап алған ойын көре беріп. Я. Бургер. Суши бургер. Мүмкін. Суши бургер. Я.
Біз күніге жейміз ғой жұмыртқаны десеңдерші. Асында тұрған. Иә, асанда тұрған кезде күніге жұмыртқа жейміз біз. Жоқ. Я. Қазір тағы да жалғастыратын боламыз. Кішкене демалып алсын екеуі. Достар, біз ойынды әлі жалғастырып жатырмыз. Екеуі шаршап бір жатып алды. Ойын қызықтырып жатыр ма? Оймай ойнадық қой. Иә. Біреу есік тоқылдап тұрайын, иә? Иә. Көрейік кім екен. Тоқылдап тұрайын, көрейік кім екен. Несібе, Аярудың құрбысы келді. Кел, YouTube түсіріп жатырмыз. Сәлем, кел. Бізбен бірге қазір YouTube-қа түседі Аярудың досы. Аяру күтіп алсай досыңды. Біз 24 сағат диванда түсіріп жатырмыз. Онда шар үріп жарсамыз. Кім бірінші үлкен қылып үрлейді, сол бірінші орында алады. 1, 2, 3. Кім бірінші орын алады, достар, көріп отырыңыздар. Комментарийға жазыңыздар. Аяру алама, Заңғар алама, Несібе алама. О, Несібе бірінші орында алайын деп тұр. Шары үлкен болып жатыр. Заңғар 2, Аяру 3-ші орын болды. Несібенгі үлкен. Заңғар көрсетші сенің шарыңды. Заңғар 2-ші орын, Аяру 3-ші орын. Енді сол шарларыңды байлаңдар да бір-бірлеріңе лақтырып ойнаңдар. Диванның үстіне Несібе ойынның шарты диванда 24 сағат ойнаймыз. Диваннан түспей шармен ойнаймыз енді бір-бірлеріңе лақтырып. Бұл ойында жеңіске Несібе жетті. 24 сағат диванда түспейміз, жерге түсірмейміз. Жерге түсірген адам ұтылады. Заңғар ұтылды бұл ойында. Енді Несібе мен Аяру қалды. Заңғар ұтылып қалып, бірден ренжіп қалды. Екі шар мен бұлар жеңілетін түрлері жоқ. Үшінші шарды қосамыз. Қайсысы жерге түсіреді, ұстай алмай. Сол кезде ұтылады. Несібе ұтылды, Аяру жеңді бұл жол. Достар, біз ойын ойнайын деп жатырмыз. Жерге 3 шелекті қойдым. Мына жерде 10 доп бар Заңғарда. Бірінші кім бастайды? Сулифа ойнайсыңдар ма? Сулифа ойнаңдар. Сулифа. Түсіп кетті, Несібе бастайды. Екінші, Заңғар, Аяру екеуің Сулифа ойнаңдар. Сулифа. Екінші Аяру бастайды, Заңғар үшінші бастайды екен. Допты, 10 допты 3 шелектің біреуіне түсіреулерің керек. Кім қанша болады? 10 доптың қаншауын түсіреді, сол ұтады. Несібеден бастаймыз. Несібе сен баста бірінші. Ал Несібе ойынды бастайды. О, молодец. Тоғыз доп болды. Бір добымыз астына түсіп кетті. Сәл қалды. Қас көреміз сенің қалай ойнайтынды. Бәрін түсірем екесің, түсірмес пе екесің. Несібе біреу ғана салды. Ендігі кезек Аярудың кезегі. Түспеді. Кән Аяру бәрін салатын болып отырды, қазір көрейік. Бәрін салсам ше, деді маған. 10 доп болады екен қайттан, иә, сол кезде. Шелекті құлат деменім, шелектің ішіне түсір демін ғой мен. Екінші доп бар. Болды. Несібе 9 доппен бастап қойды. Аяруда 3 доп қалды. Шелектер құлап қалғасын тұрғысып бердім енді. Ой, ұтылды Аяру енді. Ойынды Заңғар бастайды, көрейік ал Заңғар ұтам екен. 1, 2, 3. Біреуі кетті. Ой, екеуі кетті. Тимеді. Шелекті тұрғысып қоямыз қазір. Ал. Ой, ұтылайын деп тұрсың ғой. Жігітсің ғой сен, ұтуың керек қой хотя бы. Несібе біреу салды, сен екеуің салу керек едің ғой хотя бы. Давай. Жаңа салылам, мен жақын деп атырын ғой, салы давай. Ой, ұтылды. Несібе ұтты, бұл жолым тағы. Мама, ішіміз пісіп кетті, распап кетті, сәқшы. Заңғар сен ше, отырасыз ба? Жоқ.
Онда сен соткаға көрі 2 қыз распаковка жасасын. Мынандай. Ол не о? Аттестес болған. Күшті екен, е? Неден шықты бірақ ол? Иә. Заңғарда тарақ бар. Күшті тарақ, е? Тұзы болады. Сосын И андай. резина, заколка. Дәл ішінде пластилі бар. Пенал ма? Ішінде заколкалар бар екен ғой. Бар екен, е? Ашики бар екен. Молодец. И мынандай. Зашилек бар екен аяғыда. Ішінде не бар екен көрейік. Не бар екен ішінде? Ақша сап қойым екен? Мына. И мынандай 2 заколка. Әдемі екен. Мына заколкаларың күшті екен, е? Иә. И мынандай менің блокнотым бар. Неға армандарың жазады кезін, е? Ақша бар ма ішінде? Ақша бар. Бар. Тиындарың бар екен. Қағаз ақша да бар екен. 1,5 теңгесі бар екен. Айтпақшы, мені копилкаға салып, ақша жинаймын. Молодец. Уже кеш болды, сендер жатпайсыңдар ма? Түн болды. Несібе сені мамаң біздің үйге қонуға жіберді ма? Иә. Қонуға жіберді мені. Онда ұйықтайық, светті өшіріп, е? Балалардың бәрі ұйықтап жатыр. Өтірік ұйықтап жатқан жоқсыңдар ма? Шым ұйықтап жатыр екен. Несібе қатты ұйықтап қапты ғой. Несібе? Тұрыңдар, таң атты. Заңғар, Аяру, тұрыңдар. Тұрыңдар. Олардың тұратын түрлері жоқ қой, ұйқыласы екен ғымналардың бәрі. Түске дейін ұйықтайтындар ой дейме? Мектепті бітіріп, өтірік барасы ба деп ұйықтап жатсыңдар ма? Тұрыңдар. Заңғар, тұр. Садикке барамыз, Заңғар. Тұр. Ой, қоғырлап жатыр ғой бұл. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазамыз. Сау болыңыздар, достар. Біздің YouTube арнамызға тіркеліп қойыңыздар. Алда қызықты видеолар түсіретін боламыз.